Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен бірге 499 сынып Қазақстан тарихтан БЖБ талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің БЖБ-дағы тақырыптар халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан, қазіргі кезеңдегі Қазақстанның дамуындағы басым бағыттар деген тақырыптар бойынша БЖБ келіп отыр. Бүгінгі біздің БЖБ-мыз барлығы 10 балдан тұратын болады, және де оқушылар БЖБ талдауымызды көрмес бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментар жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бірінші тапсырма. Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарына мысал келтіріп, талдау жасаңыз дейді. Аймақтар ұйымына 2, халықаралық ұйымдарға 2 талдау жасаңыз дейді. Аймақтық ұйымдармен бірінші кезекте ТМО-ны келтірдім. Тәуелсіз мемлекет достастығы аймақтық үкіметаралық ұйым КСРО ыдыраған соң, оның орнына 1991 жылы 21 желтоқсанда Орталық Азия елдерінің бір-бірін экономикалық тұрғыда қолдау мақсатында құрылған ұйым болып табылады. Сонымен қоса, қазіргі таңда бұл ұйымда құрамында небәрі 10-ға жуық мемлекет бар. Міне балалар, қысқаша қылып жазбасаңыздар болады, немесе тағы да интернеттен ізденіп қосымша қастаны жазсаңыздар да болады. Қосымша одан кейін ЕқО, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. Бұл аймақтық қауіпсіздікке бағытталған үкіметаралық ұйым. Мақсаты адам құқықтары, қаруды бақылау, баспасөз бостандығы, еркін және әділ сайлауды қамтамасыз ету. Бұл ұйымға Қазақстан 1992 жылдан бастап мүше болып келеді. Міне көріп отырмыз. Аймақтық ұйымдар осымен бітті. Енді халықаралық ұйымдар. Халықаралық ұйымдарға мен бірінші кезекте Біріккен ұлттар ұйымын жаздым. Міне халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтауға, халықтар арасында достық қатынастарды дамытуға бағытталған ұйым. Бұл ұйым 1945 жылы құрылды. Оған Қазақстан 1992 жылдың 2 наурыздан бастап мүше атанып келеді. Қазіргі таңда бұл ұйымның құрамында 193 мемлекет бар. Міне көріп отырмыз. Одан кейін ДСО, Дүниежүзілік сауда ұйымы. Халықаралық сауда ережелерін сақтауға бағытталған дүниежүзілік экономикалық ұйым болып табылады. Бұл ұйымда 1995 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Оған Қазақстан 2015 жылдан бастап мүше атанып келеді. Қазіргі таңда бұл ұйымның құрамында 178 мемлекет бар. Міне балалар, осымен біздің бірінші тасымамыз аяқталды. Ендеше екінші тасымамызға көшейік. Мына кестенің ішінде көрсетілген дерек бойынша бізге астында сұрақтар беріліп отыр. Бірінші сұрақ: берілген үзіндің қандай құжаттан алынғанын анықтаңыз дейді. 100 нақты қадам деген құжат бойынша алынып отыр. Екіншісі: бұл құжаттың қабылдану себебін анықтаңыз дейді. Бұл құжаттың басты мақсаты еліміздің заман талабына сай дамуына көптеген мүмкіндік беру септігін тигізеді. Міне көріп отырмыз. Одан соң бұл құжаттың қысқаша мазмұнын сипаттап жазыңыз дейді. Мына үстіндегі кестенің ішін оқып шығыңыздар, сосын барып өз түйгендеріңізді жазсаңыздар да болады. Қазақстанның барлық жерлерінің өзінің әсемдігіне, экономикалық тұрғысына қарай және мәдени және туристік бағыттарды дамытуға қолға алынуы ежелгі заманнан бері келе жатқан ұлы жібек жолын дамыту бағыттары. Индустрияландыру саласы, елімізде көркейіп келе жатқан IT саласын қолға алу туралы айтылған. Осымен біздің екінші тапсырмамыз аяқталды. Енді үшінші тапсырмамызға көшейік. Қазақстандағы ұзақ мерзімді стратегиялардың маңыздылығын дәлелдеңіз дейді. 3 дәлел келтіреміз. Бірінші дәлел: экономикалық саясаттың жаңа принциптеріне көшуге мүмкіндік береді. Екінші: білім беру және денсаулық сақтауда және жаңа заманға тиімді жүйелерді құруға мүмкіндік береді. Үшінші: мемлекеттік аппарат жауапкершілігін, тиімділігін және функционалдық арттыруға мүмкіндік береді. Міне осымен бүгінгі біздің БЖБ-мыз аяқталды оқушылар. Осымен біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментар жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға көптеп таратуыңызды сұраймыз. Жақсы, сау болыңыздар.